Инстаграм, болмыс әлеуметтік желі деген нәрсе ол адамның хақиқи болмысын көрсете алмайды. Мысалы, кез келген адам өзі былай постына несіне қараған кезде ғибратты сөздер, уағыздар жүктеп жүруі мүмкін. Бірақ ана жігіттің жүріс-тұрысы мүлдем ана недегі желдегі мәселе емес болып жатады. Мысалы, хақиқи өмірде ол басқа адамда, мысалы, көрдіңіз. Сондықтан да әрине бұл мәселелер желіде өздері танысу емес, ортадағы кепіл, сенімді адамдар, жанашыр адамдардың көмегі керек. Мұсылман өзінің шартында дейді ғой, осы шарттарына, өзінің ыңғайына келетін дайын адамды мысалы алғаны әрине абзал. Бірақ негізгі нәрселер, басынан ашық нәрселер бар да, осы нәрседе мен сіздің ата-анаңызбен тұрмаймын. Осындай басынан ашылып қалған нәрселер, ертең ол мысалы тәжірибеде біз енді имамдар ретінде бізге көптеген адамдар келеді. Осында көбінесе мысалы ене мен келіннің арасындағы мәселелер өте күрделі болып жатады. Мысалы ортада бала бар, не істеймін дейді. Мына жақта ананың ризалығы бар, мына жерде неке қылған аманат бар. Сондықтан да осы нәрселерге әрине үлкен маңыздылық беріп, басынан келісіп, сол нәрселерді, осы үйлену оңай дейді ғой, үй болу қиын. Сол нәрселерді алдын ала шарттасып алғаны абзалырақ та болады.